31-ші сұрақ. Өрнектің коэффициентін табыңыз. Осында өрнек берілген. Коэффициент дегеніміз ол әріптің алдында тұрған сан. Мына жерде мысалы x-тің коэффициенті ол -3/2, y-тің коэффициенті 9, z-тің коэффициенті -4,5. Өрнектің коэффициенті ол осы әріптің алдындағы сандардың бір-біріне көбейтіндісі. Сонда оларды бір-біріне көбейткенде шыққан мән осы жерге олардың алдында жазылады және жауапта сол сан болады. Сонда 3-тен 2-ні, -3-тен 2-ні көбейту керекпіз 9-ға, көбейту керекпіз -4,5-ке, мысалы, немесе оны жай бөлшекке тұрсақ 4,2-ден 1 деп жазамыз. Көбейтілген x, y және z. Осы әріптердің алдында тұрған сан осы өрнектің коэффициенті болып аталады. Енді мынау сандарды бір-біріне көбейту керек. Минус-минуске плюс. Сонда коэффициентіміз плюс сан болады. Әрі қарай, мына жерде 3-тен 2 көбейту 1-ден 9 деп 9-ды аламыз. Және мына жерде 2-ден 9 деп аламыз санды. x, y, z. Негізі мына әріптерді жазбасақ та болады. Бірақ мен оны жазам, түсінікті болу үшін. Енді мына жердегі 3 пен 9 қысатылады, 1, 3. 2 мен 2 қысатылады, 1 мен 1. Сонда жауабында шығады 27, x, y және z. Міне осындай өрнек шықты. Ықшамдағанда осы өрнектің бастапқы мәнін. Міне осындай шықты. Енді осы өрнектің коэффициенті оның алдында тұрған сан 27. 27 жауаптардың ішінен С жауабы бізде дұрыс.